Қайырлы күн менің құрметті көрермендерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, сочный болып шығатын котлеттерді бірге дайындаймыз. Қараңыздаршы, котлеттер қандай жұмсақ, керемет болып шыққан. Дәмі деген енді тамаша. Сіздер де міндетті түрде жасап, менімен бірге каналдан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеом пайдалы болып жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай тартылған ет қажет болады, және де нан. Мен осындай 3 тілім нанды пайдаландым, және нанды жұмсару үшін үстінен қажетінше сүтті құйып, жібітіп қойдым. Міне, нан бірден жібейді. Бірақ нанды біз бір шетке қоя тұрамыз. Оған дейін бір үлкен пиязымызды осылай кішкене бөлшектерге бөліп, мен осындай пияздың ортасындағы жасылын алып тастаймын үнемі. Және блендердің көмегімен пиязымызды және сарымсағымызды өткізіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, күштің кішкене көзінен өткізіп алсаңыздар болады. Мінекей, пиязымызды тартылған еттің үстіне саламыз. Және үстіне бір жұмыртқа саламыз. Жұмыртқаны жармастан бұрын мен осылай тексеріп аламын. Ендігі кезекте біздің жаңағы сүт құйған нанымыз осылай жібіп жұмсақ болып тұрады. Оны да тартылған еттің үстіне салып, үстіне дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Достар, каналымда түрлі тәттілердің, тағамдардың видеолары бар. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің фаршымызды жақсылап араластырып, кейіннен дәл осы видеодағыдай бірнеше қайтара осылай ұрғыштап шығамыз. Сол кезде біздің котлеттеріміз бір-біріне бірігіп, шашырамай әдемі болып шығады. Енді котлетті формаға келтіреміз. Үстеліміздің үстіне аз ғана ұн сеуіп, қалаған формаңызға келтіруге болады. Сопақша немесе дөңгелек етіп. Мен осындай дөңгелек үлкен котлеттер жасадым. Котлеттердің көлемі де өз қалауыңызша жасайтын боласыз. Мінекей, қолымызбен жақсылап осылай формасын келтіріп ұрғылап аламыз да, жаңағы дайындап қойған ұнымыздың үстіне бір-бір батырып, котлетті дайындап аламыз. Тағы да бір сіздерге түсінікті болу үшін көрсетейін. Қолымыздың көмегімен котлетімізді формаға келтіріп, формасын жақсы ұстау үшін бірнеше қайтара ұрғыштап, және ұнның үстіне аунатып дайындап аламыз. Енді қызып тұрған майымызға котлеттерімізді біртіндеп сала отыра, орташа отта екі жағы қып-қызыл болып қызарғанша қуырып аламыз. Достар, бұл котлеттерді жасау үшін қажетті заттардың мөлшерін сіздерге описанияға жазып қалдырдым. Сол жерден кіріп қарап жасасаңыздар болады. Бұл котлеттерді жасау үшін маған небәрі жарты келі ғана фарш кетті. Аз ғана фарштан осынша көптеген котлеттер шығады. Мінекей, осылай асты қызарғанда екінші жағын да аунатып, дәл осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Котлеттер майда шала піседі, сондықтан да осылай екі жағын қып-қызыл етіп қызартып алған соң, майын түгел құйып алып, аздаған үстіне қайнаған су құйып, суда да пісіріп шығамыз. Сол кезде котлет толықтай пісіп шығады. Міне, екі жағы қып-қызыл болып қызарып қуырылған соң, майы сорғу үшін қағаз салфетканың үстіне қоямыз. Қарап тұрсаңыздар, жасалу жолы өте оңай. Және күнделікті тағамды қайталай бергеннен түрлендіріп, осылайша жасасаңыздар болады. Жанына гарнирге күріш немесе картофельді пюре ұсынсаңыздар болады. Мен жанына картофельді пюрені ұсындым. Менің каналымда өте жақсы болып шығатын картофельді пюренің рецептісі бар. Міндетті түрде кіріп қараңыздар, описанияға қалдыратын боламын. Осымен біздің өте дәмді котлеттеріміз дайын. Назарларыңызға рахмет.